кеуде тұсын ұстап жатыр. Кеуде тұсының ауырсынуына шағымданады. Қызының айтуына қарағанда, енді кеуде тұсының бірден ауырсынуы 20 минут бұрын басталған. Одан кейін изакетті бірнеше рет тіл астына сепкен, нәтижесінде ес-түсін жоғалтқан, жедел жәрдем бригадасын шақырған. Қарау барысында қан қысымы 60-20, электрокардиограмма тексеру кезінде эсті шешесінің көтерілуі анық байқалып тұр. Назарларыңызға осы кардиограмма. Жедел коронарлы синдром эсті шешесінің көтерілуімен кардиогенді шокпен асқынып тұр. Бірден екі жақты катетеризация және де 400-лік физраствор мен дофаминді жайрап тамшылатып енгізілді, және де ауырсынуды басу үшін 19 мг физраствор мен натрий хлорид мен морфин гидрохлоридін көк тамырдан жіберілді. Ауырсыну басылды, қан қысымы 110-да 70-ге дейін көтерілді, және де ары қарай көмек жалғасты. Мониторингпен бірден реанимация бөлімшесіне тасымалданды. Әрине біз жалпы жедел жәрдем бригадасы келгенше өз бетімізше көмек көрсеткіміз келеді. Бұл жерде жалпы жедел коронарлы синдром басталып тұр. Изакеттің әсерінен, изакет бірнеше рет сепкеннің салдарынан ары қарай асқындырып жатыр. Кардиогенді шокқа алып келіп отыр. Егер бұл жерде мысалы дер кезінде уақытымен көмек көрсетілмесе, тіпті адамның өлімімен аяқталуы мүмкін. Сол себепті де үйлеріңізде тұрған дәрілік препараттардың ішінде осы нитраттарға, әсіресе изакеттерге сақ болыңыздар міндетті түрде.